Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі мешіт бұл ешқандай мешіттерге ұқсамайтын еуропалық стилде салынған Пертевниял Валиде Султан мешіті туралы болмақ. Бұл екінші Султан Валиде құрметіне салынған. Мешіті Махмуд II-ның әйелі және Султан Абдулазиздің анасы Пертевниял Валиде Султан үшін салынған. Мешіт 1869 жылы басталып, 1871 жылдар аралығында салынып аяқталды. Сондай-ақ жоспарларды Саркис Балян әзірлеген белгілі, оны дайындауға Ако Балянда еуропалықтар қатысты. Оның сәулетшісі танықты танымал Монтари. Сызба жұмыстарында есеп десинаторы жұмыс істеген. Бедрос деген шәкірті, ол тас қалаушысының бірі Аганес деп те аталған. Сондай-ақ дүлгердің бастығы Дмитрде құрылыс алаңдарын басқаруға және басқаруға тағайындалған. Көптеген архитекторлар жұмыс жасаған. Мешіттің ерекше дизайны бар классикалық мешітке қарағанда мүлдем басқа сәулеті бар. Оның іргетасы мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғалары, діни қайраткерлері мен оқытушылар қатысқан салтанатты рәсімде қаланған. Пертевниял Султан алаңды көруге болатын үйдің терезесінің іргетес қалау рәсімінде бақыланған. Оның екі мұнарасы Герефельдер Далмабақша мешітінің мұнараларына қарағанда үлкендеу салынған. Сондай-ақ осы мешітке қарағанда интерьер кіретін жері және намаз оқитын жерлерде кеңірек болған. Оның жалғыз күмбезі биік, бірақ кішкентай ғана. Бетіндегі неоготикалық әшекейлер бұл мешітке ерекше сұлулық береді. Жолдың жағасында орналасқан кереметтей мешіттердің бірі. Құрметті достар, ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.